Заманауи қазақстандық өнер, идеядан іске асыруға дейін, әдетте сахна сыртында қалатын әрекеттер мен іс-шаралар, драматургтер мен музыканттар, суретшілер мен ақындарды толғандыратын ойлар, шабыттандыратын күштер қандай? Олар өздерін әлемге қалай әйгілетеді? Дәуірінің мән мағынасын қандай бейнелермен жеткізеді? Кармени Барбарамен бірге шығармашылық ізденістердің әлемі, сынау мен қателесу, іздену мен жаңалықтар ашу тұңғиығына зер саламыз. Менің атым Кармени Барбара. 23 жыл бұрын Қазақстанға келіп, осы жердің халқын, мәдениеті мен өнерін сүйіп тұрақтап қалдым. Бүгін мен суретшілердің арасында бабалар аңсаған тәуелсіздік атты ұлттық байқаудың қорытындысы бойынша ашылған көрмені көру үшін Қастеев атындағы мұражайға барып қайтам. Независимость, завещанной предками. Бір қызығы осы сайыстағы бірінші орында Қазақстанның ең алғашқы суретшісі атақты Әбілхан Қастеевтің немересі иеленді. Мен ерекше шығармашылық ортада өстім. Атам, әкем бейнелеу сурет салумен айналысты. Біздің үйге суретшілер келгенде өнер жайлы сөйлесетін еді. Оның үстіне атамның ғұлама суретші деген атағы бар. Сондықтан маған бәрі жастайымнан Дәурен мақтан тұт деп айтатын. Ағам екеуміз оның суреттерін, көшірмелерін қызықтап, кейін мұражайға баратынбыз. Мұның бәрі ұмытылмас әсерлер қалдырған еді. Это большая ответственность, и в какой-то степени это... Бұл үлкен жауапкершілік, оның ауыртпалығында сезінесің, бірақ көмегі де аз емес. Дәл осы күштің арқасында өзімнің барша қабілеттерімді сарп етпей, жеңіл-желпі жұмыс істеуге мүмкіндік бермеймін. Работать поверхностно, не вкладывая частичку себя. Когда работаешь от души, то жан тәніммен беріліп жұмыс істегенде ғана әрбір суретші, әрбір адам өнерге, музыкаға, әдебиетке өзінің теңдессіз үлесін қоса алады. Конечно, хочется поэкспериментировать, что-то или как-то еще. Әрине, шектен шығып біраз дүниелер жасағым келеді. Қазір осы бағытта еңбектенудемін. Әйтпесе кәдімгі сурет өнері бір қалыпты. Пейзаж, натюрморт, драмалық, тарихи кескіндеме, тарихи туындылар тіптен күрделі және жауапты іс. Соған атсалысқым келеді. Оның үстіне балаларға да арналған кітаптық суреттемелер баршылық. Экспозиция — это не только наука, это еще и... Экспозиция тек қана ғылым емес, ол асқан шеберлік. Қоршаған кеңістікті дұрыс таңдай білу, суреттеме қатарын бағдарлай білу, қиын әрі шеберлікті талап ететін іс. Экспозиционерде міндетті түрде шығармашылық дарын болуы тиіс. Өз тәжірибемде байқағаным, кәсіби суретшілер экспозициямен жұмыс істей алады, оның не екендігін біледі. Кез келген көрменің тартымдылығы суретшілердің шеберлігі және ұсынылған жұмыстардың сапасына тікелей байланысты. Туындылардың көрмеде орналасу реттілігі мен дұрыс қойылған экспозицияда аса маңызды. Суреттердің барлығы қомақты, өресі биік. Мұндағы ең қиыны оларды осы залда қисынды орналастыра білу. Бұл жерде оларды ойната білу экспозиционердің шеберлігіне байланысты болмақ. Басты міндет баса назар аударылатын негізгі үш орынды көрсету, яғни оларға назар аударту. Адам әрі қарай кіру үшін ынталандыратын тағы екеуін байқату. Ал оның ең алғаш көргені бірінші номинациялар.
Мен триптихмен жұмыс істегенде кенепті тегістеп, ол бір келкі кебу үшін еденге қойып қойдым. Дәл осы уақытта жұмыс істеп жатқан шеберханаға біреу есік қақты. Ашып қарасам, менің 2 жастағы Әлихан атты ұлым жүгіріп келіп, аяқ киіммен кенептің үстін таптап өте шықты. Мен шошып кетіп, оны кенептің үстінен тезірек көтеріп алдым. Кенеп жыртылып кетер деп қорыққаным рас, бірақ синтетикалық Қытай материалы мені сақтап қалды. Синтетический китайский холст спас меня. Маған бәрінен де майлы бояу мен акварель жақындаума деймін. Бала кезінде барлық пейзаждарды акварельмен салушы едім. Атам сияқты бірден акварельмен сурет салу тіпті жеңілдеу көрінді. Бұл менің өне бойыма сіңіп кеткен. Ол соншалықты жеңіл, жағымды, көркем әрі терең. Ал майлы бояу бұл қуаттылық пен зор мүмкіндік. Бұл жердегі Алматы, Астана, Қарағанды, Павлодар, Шымкент, Тараз суретшілерінің еңбегінде қазақ халқының өміріндегі сан түрлі оқиғалар бейнеленген. Мысалға, бірінші орын алған туынды Ақтабан шұбырынды. Ол қазақ тайпалары жоңғарлардан тепкі көрген 18 ғасыр оқиғаларын елестетеді. Олардың арасында кескілескен ұрыс болған. Ақтабан шұбырынды атануы да сондықтан. Ақтабан өкшенің әппақ сүйегі деген сөз. Бұл уақытта халықтың 3/2 бөлігі қан жоса болып, жоңғарлардан жалаң аяқ үдере қашқан. Сондағы аяқтың зардап шеккендігі сонша, өкшенің әппақ сүйегіне дейін таланған көрінеді. Сол қиын қыстау дәуірдің драмасы мен қасіретін сездіру үшін Дәурен Қастеев триптихті дүниеге әкелген екен. Весь трагизм и драматизм этого времени. Тема исторического жанра. Біздің еліміздегі сурет өнерінде тарихи жанрды қолдану қиынға соғады. Өйткені, анығына келгенде Қазақстанда ғылыми еңбектер, тарихи деректер мен түрткі жайттар тиісінше сақталмаған. Араб немесе қытайлық дерек көздерді сияқты кітаптарда, миниатюраларда бейнеленген суреттемелер жоқтың қасы. Сондықтан біздің суретшілерге оларды суреттеу оңай шаруа емес. Мен Қазылар алқасымен толық келсем, Ақтабан шұбырынды ел есінде мызғымас орын алатын жоңғарлар басқаншылығы. Біздің салтанатты, бейбіт суреттерге тағдалып кеткеніміз шындық. Ал мұнда өзге тақырып. Оған қоса мұражайдың топтамасында мұнда еңбек болған да жоқ. Есть такое ощущение, что вот Батыров, Ханов... Батырлар мен хандар бәрінен де жиі бейнеленген сияқты. Иә, солай шығар. Бірақ біз ағымдағы суретшілік жағдайда саралай келе, мұндай сюжеттердің бірең сараң екендігіне және олардың қайталана беретіндігіне көз жеткіздік. Ал біз жаңа кейіпкерлерді соны сюжеттерді аңсадық. Бұл суретшілер ішінде үлкен мектеп болмақ. Суретшілердің өздеріне де тарихи жанр аса қызықты деген ойдамыз. Ширек ғасыр өтсе де, ұлттық бірегейлігімізді айшықтау жолында екендігіміз шүбә келтірмейді. Дәурен Қастеевтің туындысы бірінші орынға әбден лайық. Оның асқан шебер екендігі рас. Суретші Әсет Жақыпбектің Алтын Орда хандығының құрылу қарсаңы атты еңбегінде сүйектен өтетін суықты суреттеу ерекшелігі де таң қалдырды.
Дарынды шебер Аршын Қабылбектің саятқа шығу еңбегіне көпке дейін көз тіктім. Серік Тайновтың Шорға қайқасы 15 ғасырдағы итальян суретшісі Беато Анджеликоның стилін елестетті. Суретшілер, әлбетте жазушылар, тарихшылар, пәлсапашылар сияқты ел мен ұлттың өткен кеткенін зерделейтін шежірешілер. Көп жағдайда әсіресе суретшілер ұсынған бейнелер адамдардың өз жан дүниесіне үңілуіне, өмірдегі лайықты орнын табуға түрткі болады. Ал өзге біреулерге Қазақстанның тарихы мен мәдениетінен жан-жақты хабар береді. Мен үшін бұл көрме өте қызықты болды. Мұнда өте мықты туындылар топтасқан. Еуропаның кез келген елінде бұл жұмыстар нағыз фурор тудыратыны сөзсіз.